көп рахмет. Индирамыз біздің Индикошымыз жаман келін болады деп мүлде ойламаймын. Индикошпен енді өткен жолда айтқам, артынан ерген сіңілім сияқты. Bir мектепте әріптес болсақ та, подруга болсақ та, бірақ өзім Индираны артынан ерген сіңілім болмағаннан кейін Индираны артынан ерген сіңілім деп санаймын, өзім есептеймін. Әлі де сіздердің шаңырақтарыңызда боламыз, мені естеріңізді сақтап алыңыздар. Сол енді Индикошымыз сіздердің отбасыларыңызды бақытты қылады деп 100% сенімдімін. Индира, Әсет, енді Әсеттің номерін әлі білмейміз, бізге берген жоқ деп па? Индира, біз осы подружкалардың атынан өзінің кәсіпкеріне сыйлықтарын ұлықтырып жүреміз. Құрметті құда-құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге мың алғыс. Бағанадан бері сағат 2-де шапқылап аяқтарыңызды тұрып сыйлап жатсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Индира, Әсет, сіздер бақытты болыңыздар. Семьяларыңыз мықты болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, ауырмаңыздар. Бала-шағаларыңыз көп болсын, достарыңыз көп болсын. Бақытты болыңыздар. Енді аздаған сыйлығымыз бар, Әсет пен Индираға өшіріп шақырсақ, соларға сыйлығымыз сіздер. Шешесінің атынан азғана сыйлық, күйеу балаға печатка, алтын, сепчика. Алтын сақина жігітке, күйеу балаға, қыздарына алтын алқа. Қол соқ қоймаймыз ба? Екеуіне де міне алтын балаларына алтыннан беріп жатыр. Қандай тамаша міне. Күйеу баласына 5 грамм алтын, қыздарына 25 грамм екен. Көбірек екен. Қуаныш құтты болсын. Әкесі мен анасының атынан бір қол соғып қояйық қошеметтеп. Тамаша. Тамаша. Болдық ба? Қосыламыз ғой, рахмет, сіздердің үйлеріңізде ырыс береке, жақсылық, қазына, қуаныш таусылмасын. Әулеттеріңізден тұлыншақ желбіреп кеткен қыздарыңыз, құлыншақтарын жетектеп, үйлеріңізге ара-арасында қонаққа келіп дүрсіл күндер қуатып қана жүре берсін. Жастар бір ортаға алып бір суретке түсіп алайық, ертең күні естелік болады. Аға тәтеңізді алып. Кейін сұлу дейтіндер, сіздерге қыз ғой, неме көтермezсіздер? Сіздерге қыз ғой. Кейін сұлу дейтіндер, осы қолын көтергендердің барлығы тойдың той екенін білдіріп, қазір құдалармен ортаға шығып быт-шыт билейміз. Құдаларды құттықтап, сіздерді құттықтап келіп жатқан кешіміздің қымбатты қонағы бар. Эстрадамыздың жарық әншісі, қаламыздың мақтанышы, бүгінгі қуаныш қардай сіздерді құттықтап келіп жатқан Мақсат Төле мырза. Балаларыңыздың орындауында жақсы бір тамаша ән. Билеп қайтайық. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құдағымыз болсын. Баршамыз ортадан шығып билейік кішкене. Той құтты болсын. Құдаларды ортаға алып шығайық, билейік кәне. Кәне баршамыз неге кет? Арны бердім саған әнімді, жасығанның қалағанымды, көрсетмедім саған ауырып, күтіп бағалауыңды. Söz döktüm seni canımda. Al
Жақсың дедім жайта барыңда, сүйемін деп айта алмадың да, көніп жүрдім жаным бәріне, бағаламай байқамадың да, бағаламай байқамадың да, менің де болмадың жанымда. Ал не дейсің маған, күнде бірге жүрдім, ал не дейсің маған, мен саған кіммін? Ал не дейсің маған, мұңайсам да күлдім, ал не дейсің маған, сен бәрін білдің. Ал не дейсің маған, күнде бірге жүрдім, ал не дейсің маған, мен саған кіммін? Ал не дейсің маған, мұңайсам да күлдім, ал не дейсің маған, сен бәрін білдің. Ұмытайын өткенімді де, мұң деп келсін көктемімді де, тоқтатпадың жоқ денімді де, қосылмайсың енді өмірімде, қосылмайсың енді өмірімде, басқа бақыт келер әлде. Ал не дейсің маған, күнде бірге жүрдім, ал не дейсің маған, мен саған кіммін? Ал не дейсің маған, мұңайсам да күлдім, ал не дейсің маған, сен бәрін білдің. Ал не дейсің маған, күнде бірге жүрдім, ал не дейсің маған, мен саған кіммін? Абыл болмайсыздар ма? Қол соқ. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз мәкен. Ал енді қымбаттылар, мына күнде мына аспандаланау бәрімізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау деп кезінде айтқан екен ағайын Мұқағали Мақатаев ағам-ау. Ал менің бір жеке ойым, өмір бұл кілең жақсы жайсандарды жағалау, кілең жақсы жайсандармен өткізген әр сәтіңді, мезетіңді бағалау дейді. Жақсылармен өткізіп жатқан бақыт сәтіміз, мезетіміз құтты болсын, бақытты күніміз құтты болсын. Бірақ енді бір тілек алып, үлкен үзіліске бияланда бірге аттанайық. Елубай деген жігітке Алпысбай дейтін досы келіп, Елубай, әйелімен ұрысып қалдым, қалай кешірім сұрайын десе, Елубай айтады дейді, үй Алпысбай, қиындығы жоқ, әйеліне барасың, гүлді беріп, жаным десең, әйелін кешіреді деп айтады дейді. Алпысбай сөйтеді, Алпысбай үйіне барып, Алпысбай әйеліне гүл беріп, Алпысбай жаным десе, Алпысбайдың әйелі ту келшіңді Елубай құсамай деп айтады дейді. Сол сияқты бізде жай тамақ ішуге келген адам құсамай, бір тілек алып, асқа баталып, атыраққа бірге тұрайық. Әзірге осы қуанышқа келген жиендеріміз Дәулет, Айман, Сәкен, Құрманай, Бексейіт, Лайла, Назира, Эльвира, Жадыра, Талғат, Сәулетті қол соғып ортаға шақырайық. Сені көрген күнде көңіліме күлген күй тыңдар, рахат көз алған бұлай, сен ойдаумен қыздың талай құлай. Жүргенбісің деді, кетіштен тәңір өзі сыйлады. Сұлулардың ішіндегі жан екенсің балдай тәтті сүйкімді. Сұлуланғағып жүргеніңде сүйкімді, сылдырғағып төбегіңде сүйкімді. Сымбатты сәні күнге солған ән, ай бәрі сүйкімді. Сымбатты сәні күнге солған ән, ай бәрі сүйкімді. Сол баяғы Құрманай ханым басты өлді, жақсы болды. Қош келдіңіздер, сіздердің қуаныштарыңыз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын, сөз түрде келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Асқақ таудай әкелер, ақ жаулық аналар. Міне, Мұстафа көкемнің үйінде бүгін керемет той болып жатыр. Енді анасын көріп қызын ал дейді. Бағана құда күтіп жатырмыз, жақын танысып дастарханның басында. Өте керемет жақсы адамдар екен.
өзіміздің ауданнан енді Индираға қарап сіздер ана алған жақсы ғой әрине. Біздің идеалды ұлдар біз беріп үйренбегенбіз ғой. Енді Индира жақсы жерге келді. Өте керемет жақсы жерге келді. Қыздарыңыз уайымдамаңыздар. Енді екеуіне тек бақытты болсын деп тілейміз. Мына қыз баланы ана тәрбиелейді ғой. Анасын көріп қуанып жатырмыз. Аналардың тілегі тыңдайықшы жүрегін, асыл жанды аналар жырға бөлеп жүремін. Алыста жүріп сағынам, өзіңе мәңгі табынам. Бас иіп өтем анама, ақ жаулығын жамылған. Сіздің алдыңызда басыңызды иіп рахмет айтамыз. Осындай қыз тәрбиелегеніңізге. Ал құрметті құдалар, төрге шығуларыңыз құтты болсын. Осы төрден сіздерді Алла Тағала ажыратпасын. Әрқашан төрде жүріңіздер. Барлық жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектер қабыл болсын, орындала берсін. Беген көп жерін айтып кетті, енді мен де сөйлеп тұрмай-ақ қояйын. Алтындай менің әсет бауырым, өзім ерекше жақсы көремін. Төртеуін өздерінше ерекше жақсы көремін. Индира, Алтын, сондай жақсы, керемет жұбай таптың деп ойлаймын. Енді екеуің бақытты болыңдар. Әсет саған гүл сыйласын, сен Әсетке ол сыйла. Ал сәлеметсіздер ма, тойларыңыз құтты болсын. Көке, жеңге, Сәмия тәте, сіздердің үлкен тойларыңыз құтты болсын. Ұлыңыз бақытты болсын. Әсет бәріміздің любимчіміз ғой енді. Әсет көгірсі бәріміз сүйікті болуымыз керек, бәріміз бақытты болуымыз керек. Так что тілеген ең бірінші денсаулық, бақыт, ауызбірлік, екеуін ауызбірлікті болып сыйлап жүріңдер друг друга. Уважайте. Мужчина в семье главный дейді. А там ясная женщина рулит. Так что сендер бала шалалы болып, ауырмай, сырқамай, елдің алды болып, алдымен ортасы дей ма, ортасы болыңдар. Көз тимейсің, бақытты болыңдар. Сендер өздерін, как покажете людям, так и будут вас уважать дегендей. Так что бәрлеріңізге, қонақтарға, құдаларға бәрлеріне денсаулық тілеймін. Осы тойлар үзілмесін, қазақтарымыз аман болайық, көп болайық, тату болайық, бәрлеріне денсаулық тілеймін. Сол көке тәте, сіздің ең бірінші денсаулық тілеймін. Бәріма сіздің қуанышыңызға келген қонақтарға да рахмет. Сіздің тойыңызға кеп уақыттарын бөліп, сізбен тойды бірге атқарып атқанына. Сіздерді сыйлап жақсы көрмесек, ешкім мықты жиналмайтын еді. Так что сіз өзіңіздің бір семьяда өздеріңіз бір қышыбекпен төлеген сияқты мәңгі өмір сүріп жүре беріңіздер жүзге шейін. Балаларыңыз да аман болсын. Әке шешен примерына, так что хватит с одного цветка на другой. Мәнде батып қаттыңдар бірге. Так что бақыт тілеймін. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Енді мәңгілік, шынымен де мәңгілік құда болайық сіздермен. Құйрық бауыр асасып, бір жеті болды міне сіздер жаққа барып, Индираны алып кеп, тойға ұласып жатыр. Индира бізге қош келуімен, екеулеріне тек қана мәңгілік бақыт тілеймін. Ауыз бірлік, бір-бірлеріңді, жаңа үлкендер айтпақшы, сыйлап, үлкен жас емессіңдер, бізден жақсы білесіңдер өмірді. Біз барғанда, Индира, чайыңды қойып, бізді жылы қарсы алсаң, нағашым мен жеңгемді жаңаға сыйлап,
сыйлап отырсаң бізге ештеңе керек жоқ. Адамның ісімен дәлелдейді ғой адам өзін қандай екенін. Мына жерде бізде келіндердің составтары бар. Оны жаңағы нағашылар жақта сосын таныстырамыз. Алды жаңағы бізде Әлия жеңгем шығып кетті ғой деймін. Генерал жеңгем жаңағы нағашы үлкен үйде отыр, қара шаңырақта. Сол Әлия жеңгемге қарап, осы келіндер өнеге үлгі алып жатыр. Соған ұқсаймын деп талпынып жатыр бәрілері. Сол сияқты сен де қош келдің. Аға жеңге, сіздердің тойларыңыз тойға ұласа берсін, тек қана шаңырақтарыңыздан шаттық күлкі кетпесін. Шөберені тәрбиеленмей, просто қарап жүресіздер ғой енді. Иә, қайырып қана. Болды уже сіздердің нелеріңіз, миссияларыңыз. Ендігі жылы шілдеханаға жиналайық. Болсын. Осы әсеттің өнері Құдайға деген отанды жалғап отыр. Құдайымыз 1 жылдық болып, осы 2 жастық кішігірім ең осы шілдеханасы болсын, бірге қарсы. 2 жасқа түсіспеш бір-бірін түсінуге тырысу керек. Бұл тек бақыт сәттері көп болсын. Соңыз күрәгер болады. Көке, Сәмиға тәте, көп рахмет бізді елеп ескеріп шақырғандарыңызға. Мен көкемнің қарындасы, сол кісінің үлкен қызы болам, Назира деген Индира жеңгемізге таныстырып отырмын. Алматыдан келдім. Бар жақсылық тілеймін ағама, жеңгеме. Осы айтылған барлық дұға тілектер қабыл болсын. Соның қабыл болуына сіздер үлес қосыңыздар. Әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ағам мен нағашым біздің супер, жеңгеміз де супер. Нағашымызды өте қатты жақсы көреміз. Аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Сізді елеп ескеріп, осындай тойға ат салысып жатқан барша жандарға алғыс білдіреміз. Құдалықтарыңыз айтып жатыр ғой, мәңгілік болсын. Әрқашанда көрген жерімізде аманымыз түзу болсын. Бар жақсылық тілеймін. Дұға тілектер қабыл болсын. Көп рахмет. Құрметті бүгін жиналған қауым, көкеміз бен тәтеміздің шаңырағына қош келдіңіздер. Барлық жақсылық тілеймін сіздерге, сыйлап келгендеріңізге мың алғыс. Көке, тәте, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Қуаныштан қуанышқа аман есен жете беріңіздер. Нағыз қуаныш, нағыз бақыт ол жүрек тыныштығы. Жүрек тыныштығының ішінде барлығы бар. Бақыт та бар, байлық та бар, абырой да бар, атақ та бар. Барлық соның барлықтарын сіздерге Алла Тағала үйіп бере берсін. Семьяларыңызда тек қуаныш болсын, ешкім жыламасын, сырқамасын, ауырмасын, барлығы өз-өзімен, ағылмен, оңынан болсын. Көке, Асет көке, Индира жеңге, бүгінгі құрып отқан отауларыңыз берік болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Денсаулық болса, денсаулықтың арқасын талай шыңды да, биікті де бағындыруға болады. Бар жақсылықты, береке бірлікті тілеймін. Екі жаққа сыйлы, құрметті, үлгілі, біздерге үлгілі аға жеңге болып жүре берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Бір суретке түсіп алайық, сосын естелік болсын. Сіздердің тілек ниеттеріңізге рахмет. Таудай талапты, сұңқардай қанатты, жақсылыққа жақ, тіл көзден әрге сақ болыңыздар. Енді бұл кісілердің дайындаған сыйлығы тек қана жүрек жарды лебіз емес, тек қана конверт емес, тамаша ән шашу бар. Ләйла ханымның орындауында жақсы бір ән шашу болады. Сол ән шашудан кейін ас қайырып баталарын сыртқа шығып кетпеулеріңізді өтінемін. Антырақта сосын бірге тұрамыз, батадан кейін. Жетелеп алған мені Чип-чип-чип Тораңғы жол бар еді
Зайлаханның орындауында жақсы бір ән болсын, біз бір билеп қайтпаймыз ба? Құдаларды ортаға шақырып, той құтты болсын. Текст келші. Бірге тұрамыз, е? Батадан қойға қалып жүрмеңіздер. Батасы дел әлі бақсы, батасы дел жанбас келсін. Жат болған шығар. Асқайып баталып, бір 40 минут атыраққа бірге шығайық. Алақан жайық. Амин! Я Құдай мондасын, қыдыр балам қолдасын, еш жамандық болмасын, деп Серік Құда бата береді дайын болыңыздар деген. Серік Құда қай жақта екен? Амин! Ey kabul et, niyetimizi kabul et, parçamızda canı kabul et. Bir yerini Allah olmasın, çamaşırlık olmasın. Olsa da cemaat bereke ölür oynasın. Tavlay talap versin, talmaydı kanat versin. Üç parçalar bile bayandı bakıp versin. Uzak umur taşmayıp vakit versin. Amin. 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 Kalkmayı tanıdırız, başlarımız ortadan çıkar. Konuştu olsun. Kalkmayın size!
кетпеген, Әсет пен Индираның тойы деп кілең жақсылар беттеген, қонақ дейтін құттойды қадырыңдай күттіген, осындай той жасаған ағам мен тәтем мықты екен деп бір қол соқпаймыз. Енді айтып жатқандай сіздерге дайындаған біздің сый кәдеміз өте көп. Екінші дастарханның басын сіздердің құрметтеріңізге дайындалған Ұлытау мейрамханасының аспаздарының екінші тағамымен бастаған жөн көріп отырмыз. Ал ағайын, біз бүгін шаршамайық, таңға дейін би билеп ән салайық. Ұлытау мейрамханасының екінші тағамын қол соғып қошемет. Сағымызда ортаға келіп жатыр, астында мен алып шығып отырмыздар. Сіздерді ас үстінде мазалаған жөн көрмедік. Сіздердің құрметтеріңізге бүгін кешіміздің қадірлі сыйлы қымбатты қонақтары, көңілдеріңізді аулап, жақсылық құттықтап, сіздерді құттықтап келіп жатқан Қазына би ансамблінің орындауында жақсы бір тамаша би болсын. Бидің ырғағында астында мен алып, бір шапалақ ұрып қойды ұқпаңыздар. Қол соғып қояйық. Қазына би ансамблі. Сіздер шапалақ ұрмасаңыздар шықпайды, қол соғып қоймаймыздар.
жақсы болды. Баяғыда осындай бір топ қыздар ортаға шығып, қазақтың қызы бір тойда ортаға шығып билеп жатса, барлығы жаңа қыздың өнерін бағалап, біреу шығып қыздың шықырына 500 теңге қыстырыпты, біреу шығып 1000 теңге қыстырыпты, биші қыздың өнерін бағалап. Сөйтсе төр жақтағы бір ақсақал таяғын сүйреп дірілдеп ортаға шығып, қыздың шықырына 20.000 теңге қыстырыпты. Барлығы ду ете қапты. Атам пенсияның барлығын қыздың шықырына сатқызды ғой десе, атамыз қыздың шықырын жібермейді, қыз ары билесе ары билейді, бері билесе бері билейді. Мен сияқты тамада барып, ата, қызға мешайт етіп атыс, шықырын жіберсеңші биші қыздың десе, атамыз айтады, шырағым тоқта, 20.000 теңге салған едім, 19.000 значым таппай жатырмын деп айтады. Сол сияқты бізде қарызға емес, бір шын пейілмен қол соғып қоймаймыз, қазына би ансамбль, арнайы сіздердің тойларыңызға келіп. Бақпенен қыдыр болса да біреуге ол да аз болар, қанша су мей болса да сусар көріп тазда бар. Көзім салса құдайым көп қарғаны қазғылар, Алладан болса шапағат жанымды жайсан жазғылар. Бетеген кетсе бел қалар, белдатың кетсе ер қалар, беттерің кетсе ел қалар, берекең кетсе нен қалар. Алтынның біз де білмейміз, қадірің шіркін қолда бар. Ағай туған сау болса, ұрпағым шіркін сау болса, шын бақыт деген сау болар. Шынайы бақытымыз ұрпағымыздың тойын міне үлкендер болып, ағайын болып, туыс болып, жұмылған жұдырық болып тойлап жатқан қуанышымыз, қазынамыз құтты болсын. Бірақ енді осы қуанышқа да атсалысып келіп жатқан, тілегін, ниетін, батасын берем деп келіп жатқан жақсыларымыз да аз емес. Біздің қазақ ата-ананың қадірін балал болсаң, ағайынның қадірін жалал болсаң, 30 түстің қадірін қақсағанда, аяқ қолдың қадірін ақсағанда, ұлы тойдың қадірін қайтар кезде, ақ тілектің қадірін айтар кезде білерсің дейді. Қадірлі тілек айтуға екінші сасағанның алғы сөзі осы қуанышқа келіп жатқан Мұстафа әкеміз бен Самиға анамыздың достары мен көршілері, той иелерінің достары, көршілері ортаға шақырым келіп отыр. Қалбай ағамызды, Гүлнарды, Асқарды, Мабдуғаны, Бақытжан Ғ, Ермек Ф, Рима Ж, Нұржанды, Гүлім Ш, Төлеш П, Күләнді В. Қол соғып ортаға келіңіздер. Достары, көршілер, аға тәтемдер, келіңіздер. Шығып кетпей тұрғанда сөйлеп бастап кетіңіз. Той құтты болсын, келіңіздер. Рахмет. Мұстафа, Самиға мына жаңа құдаларың құтты болсын. Құда 1000 жылдық деп айтып жатыр ғой, 1000 жылдық құда болыңдар. Енді мен анда құдалар жағынан келмеймін, енді мына жақтан құдаларға келіп жатырмын. Бұлай да құда, осының бара құданың құдасы, құнан қойдың бірдеместігі құйрығы жүрген сор басы дейді ма? Ал, екі жаста барлық жақсылық тілеймін. Осы екеуі жақсы болса, енді әр ата-ана өз балалары келіндер жақсы болса, одан артық іштеге керегі жоқ, олардан іштеге сұраудың да керегі жоқ. Екеуі жақсы болса, бізге одан артық іштеген керегі жоқ. Екеуі аман есен, тіккен шаңғырақтар биік болып, іш толған күлкі ойын болсын. Сендер солар жүзген келсе соған қызығын көріп, жүре беріңдер, немересін көріңдер, шөбересін көріңдер, жаңа тамада жігіт айтып жатыр ғой, жүзге келсін деп. Жүзге келіп солардың жаңағы боғына тайып жығылып жатып тұра алмайды. Тұрғыз деп ана Самиға. Енді той қыласын, бәрі жерде той болсын. Енді ана құдағилар, жаңа құдағилар да сендер де бір жақсы нелерден өскен адамдарсыңдар, енді үлкен семьядан өскендер. Енді ана жаңа құдағиларың 12 жыл болды ма, қанша жыл болды, құда болып келе жатырмын.
енді тек жақсылығын ғана көріп келе жатырмын. Сол кісілер өсіп өнген үлкен жерден шыққан адамдар. Сендер де өзіңіз мына Мұстафа құдаларыңызбен бірге өскен, бірге жүрген, мынандай кішкентай кезімізден әке шешелеріңіз бірге жүрген. Мына кейін енді анау әйел алды, әйел бізге көрсетпей, біресе Исабекке көшіп кетті, біресе бұлай, біресе қалаға ұстатпай әйтеуір енді осы тойда ғана ұстап аламыз әйтпесе. Енді бәрі жақсылық болсын, жақсылыққа келейік, жақсы тойға келейік, осылардың қызығын көрейік. Бәрі жақсылық болсын енді. Ал енді құрметті қонақтар, мына бүгін үлкен шаңырақта үлкен тойдың үстінде отырмыз. Мұстафа Сәмиға мына жаңағы боларым құтты болсын. Құда 1000 жылдық дейді, күйеу 100 жылдық дейді. Қазақ атамыз айтқандай. Сол енді құдаларыңыз 1000 жылдық болсын. Мына төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Енді Мұстафа бала кезімізден бірге өскен досымыз. 1-ші класстан бастап 10-ші класты бірге бітіріп, міне осы уақытқа дейін бірге жүрміз. Мына құдағиларыңызды бірге оқығанбыз, бір класста. Құдағиыңызды өзім Мұстафаға үйлендіріп, міне алып қашып кеп, өзіме алып қойым құдағиларыңызды. Так что құдағиларыңыз жақсы адам. Мұстафа енді әйтеуір шылап жүр ғой міне, қанша жыл болды. Найманның қызынан. Сол енді қалжың ғой, бірге оқығаннан кейін. Мына құдалар ішінде менің енді досым отыр, Нұрғалым. Қалған құдаларды танимын ба, танымаймын ба енді біраз уақыт болды ғой бір-бірімізді көрмей жүргенімізге. Мысалы, Нұрғалым енді ішінде көріп қуанып отырмын. Өзіміз Нұрғалыммен де жолдас болып, талай бірге жүріп, бірге өскенбіз. Сондықтан да бөтен емеспіз, жақын ауылдамыз бір-біріміз. Оқыры нағашы жұрт қойылды ғой қыздың. Енді папасы қаяқта екенін білмедік құданың. Сондықтан да балаларымыз бақытты болады деп ойлаймын. Енді балаларымызға не айтамын? Балаларымыз бақытты болып, әке-шешесі қуанта берсін. Қазіргі балаларға ақыл айтудың керегі жоқ, өздері де білімді. Сондықтан да сендерге ұзақ өмір тілеймін. Әсет келін айналайын. Бақытты болыңдар. Әке-шешелерді қуантып, осындай әр уақытта еңбектерін бағалап жүре беріңдер. Сіздерге денсаулық тілеймін. Құдай осы тойдан айырмасын. Бәрімізде жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Балаларымыз бақытты болсын. Қой құтты болсын. Ал енді ағайыннан қалай көрші жақын дей ма? Алыстағы ағайыннан көрші жақын деп 18-19 жыл болыпты көрші болғанымызға. Тойларыңыз құтты болсын, рахмет. Өсіп сыйлап шақырып отырғандарыңызға. Мұнда бір көп көршілерден қанда шақырып қалдық деп айтып отырсыз. Біз жаспыз, қалай келеміз деп рахмет сыйлағандарыңызға. Алда той көп болсын. Әлі біздікі де басталады бұйыртса. Жұғысты болсын бізге де. Адам деген ана енді түсіндік қой, кезінде өзімізде бала болғанда сіздер біз кішкентай жүргенде бала десе бауыр едіңіз деді, әке-шешенің қадірін түсінеді деген түсініп отырмыз бәрінде енді орта жасқа кеткесін. Сол сіздерге тек қана тойларыңыз той боласын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, тек қана жақсылық тілеймін, үйлеріңізде береке бірлік болсын. Әсет сендерге тілейтін тек қана жақсылық, бақытты болыңдар, ауырмаңдар. Сіз біздеп күліп ойнап жүре берейік. Көршілесің. Рахмет.
міне жас болса да көршісі болып еріктеліп жатсыз, мыналығы сізге. Бірақ мынандай үлкен кісілердің қасында жүрмей қойыңыз ғой. Шашыңыз уже қатайып барады сізден. Бір естелік болсын, суретке түсіп алайық. Мыналығы сіз келгендеріңізге көшелеріңізде ырыс береке, жақсылық, қуаныш таусылмасын. Жай жібергім келмейді, міне достары, бір жағы көршілері, осы кісілердің атынан бүгінгі қуанышқа келіп жатқан тағы да бір қолқа салғымыз келіп отыр. Жақсылықтың басы қасында жүрген төрдегі Бексейіт әкеміз бен Ләйла анамыздан, аға жеңгемізден бір жақсы ән сұрағымыз келіп отыр. Сіздердің құрметтеріңізге рұқсат болса, бір қол соғып қоймаймыз қошеметтеп. Бек аға. Қайда күндер ойладым деп билейтіңіздер. Көпсіз терен бойладым деп билейтіңіздер. Ермен бес сарман сайладым. Қой өмірді мен ойладым. Қой десе қоймадым. Май және шоқтай мазадым. Бұл өлеңді мен әкешім айтып жүрдім. Әсем, неше сендерге арнаймыз. Апаң мен аташыңа. Қуанышпен бақыттан өзімдеген келбеттің ізденімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркеледі, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытымды, сағынсаң қасымдамын. Арманды таратылмаймыз, біздің қосқан отындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бет алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бет алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Сен бар жерде келдегем кең сияқты, сен сияқты терезем кең сияқты. Ешкім мені білсе де өкпелетіп, жұбата да алмаған сен сияқты. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды таратылмаймыз, қостың қосқан атындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа.
кіргізген, бізден бөлек әдемі қылған бүгінгі тойды Бексейіт ағамыз бен Ләйла жеңгемізге неғып бір қол соғып қоймаймыз үшімізде, қандай тамаша. Сіздерге де рахмет, осы аға жеңгемнің тамаша әніне вальс билеген. Баяғыда бір ағамыз осындай тойда 100 грамм ішіп алып мас болып қалған көрінеді. Бір құдашаны вальс билейік деп шақырады. Құдаша массың деп менсінбей шықпайды. Ағамызбен вальсқа бір достардан бір қыз шақырады, ол кісі де шықпайды. Жастардан біреуді шақырады, ол да шықпайды. Достардан тағы да біреуді шақырып көреді, ол да шықпайды. Ағамыз ашуланып ешкім вальс билемегеннен кейін ресторан сыртына шығып кетіп далаға темекі тартып тұрса, ресторанның алдында бір таксист тұр екен. Таксистқа барып боссың ба десе, боспын десе, жүр вальс билейміз деп айтады. Сол жағы сіздер әдемі вальс билеген жұптарыңыз ажырамасын, қуаныш қазынамыз құтты болсын. Біздің Бауыржан Момышұлының өзі бұл өмірде өз балаңның қуанып күлген күлкісінен артық әсем музыка ойлап мүмкін емес дейді қазақ. Бір балаңыз бар болса шығар шықпас жаның бар, екі балаң бар болса құйрығың бар, жалың бар, үш балаңыз бар болса үш жұрт тойлар қамың бар, төрт балаңыз бар болса таймай тоғын тағың бар, бес балаңыз бар болса батпандай баста бағың бар, алты балаң бар болса алты рулы ауыл бар, жеті балаң бар болса жер таянбас жөнің бар, сегіз балаң бар болса келер күнге сенім бар, тоғыз балаң бар болса тозбай тоғын тоның бар, он балаңыз бар болса жер қайысқан қолың бар дейді. Біздің Әсет пен Индирада жер қайысқан қолды болсын, осыны жөндегендердің шапалағы молды болсын, той құтты болсын. Қуаныш қазынамыз құтты болсын. Негізі барлығымыздың тілегіміз бір, ниетіміз бір, осы үйдің қызығына, бала шағаның қызығына, шаттығына бөленіп жүре берсек деген тілек ниет қой. Әр халықтың әйелдері күйеулерінің қасында жатып әртүрлі дүниеге бала әкеледі екен. Қытайдың әйелдері күйеулеріне вайни деп жүріп бір ақ бала туады. Орыстар я тебя люблю, дорогой, обожаю, люблю деп жүріп екі ақ бала туады екен. Тек біздің қазақ қана албасты аршақ бершақ деп жүріп 10 бала туып алады екен. Сол сияқты 10 баланың 10 немеренің қызығына, шыжығына, шаттығына бірге бөленіп, қуанып, шаттанып жүре беруге Алла нәсіп етсін. Көне қазақтардың өзі анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп айтатын. Қазір заман басқа, адам басқа, баласы жақсы адамдар қартаймайтын заман болды. Біздің Әсетіміз бен Индирамыздың жақсылығы соншалықты сіздерді қартайтпай төреге ғана емес, қуаныштан жеті аспанның көгіне шығарып отырған жайы бар. Мадина Ералиевадай әнші апайымыз көз тірісінде жалғыз ұлы Арсен Гарнап ақындарға екі шумақ өлең шығартыпты. Төсегімде түні бой өртенсем, қайғым жалғыз, кім боласың ертең сен? Көп жасасам күйігінді көрем бе, арманда болып кетер мекем ерте өлсем? Жүрегімнен кетпей қойды ой теңсел, суымадың түні бой өртенсем. Бүгін менің алақанымда отырсың, қайда ғана отырасың? Ертең сен, ұлым, ыстық сезім емес ау бекер деймін, жамандығымды көрмесем екен деймін, ылғи сенің тойында ән салып күй тартқанмен күйігін тартпасам екен деймін дейді. Бүгін міне күйігін көрсетпей, қуанышын көрсетіп, әулетіне ақ келін әкеп шаттандырып, мақтандырып, жарияға жар салдырып жатқан мен Индираның өткен күндеріне бір естелік айтып берейін. Индира Әсетке айтады дейді, қазір Әсет жастардың барлығы клуб дейтін бәлеге барады екен, біз де бір клубқа барайықшы деп айтады. Сөйтсе Әсет ат-тонын қашыпты, үйбай Индира өмірі клубқа барған адам емеспін, биде де білмеймін деп айтады дейді. Индира өйтіп әтір көндіріп апты, екеуі клубқа барып кірейін деп бар жатса, клубтың кіре берісінде охранник ассалаумағалейкум Әсет аға деп амандасып жатыр дейді. Индира біртүрлі оқып, дай сен клубқа келмедің деп едің, охранник қайдан таниды десе, үй бұл кластасың ғой деп құтылып кетті. Мақұл, екеуі клубтың ішіне кіреді, клубтың ішіне кіріп кеп қалса, клубтың ішіндегі бүткіл 30 официант қыздар сәлеметсіз бе Әсет аға деп иіліп сәлем беріп тұр дейді. Индира тағы да ашуланып, үй мына қыздар официанттар сені қайдан таниды десе, үй кластастарының қарындастары ғой жаным, жүр деп құтылып кетті. Мақұл, екеуі келіп бір столға отырады, бір столға отырса, бір официант қасына келіп, Әсет аға, сізге тура кешегіндей тамақтар әкелейік па деп айтады дейді. Индира тағы да ашуланып, бұлқан талқан, сен мұнда кеше де келіпсің ғой десе, біреумен шатастырып тұр, анау мынау деп құтылып кеткен ғой енді. Біраз уақыт өтеді, түнгі 12-де клубтың свет сөнеді, тас қараңғы болып клубтың қақ ортасына сахнаға бір жарық түсіп, бір қыз, жаңағындай биші қыздар, бір қыз ортаға шығып, бір өлеңге киімін ақындап шешіп билеп жатқан көрінеді. Әлгі қыздың үстінде бір-ақ жапырақ киім қалыпты. Сол клубтың администраторы шығып, бұл қыздың үстіндегі бір жапырақ соңғы киімді кім жұлып алып шешеді десе, қонақ болып отырған еркектерде үн жоқ, клубтағы әйелдердің барлық орындарынан атып тұрып, Әсет шешеді, Әсет шешеді. Индира ашуланып, осы жолы қатты ашуланып, Әсет
қашып далаға шығып, әсет артынан қуып барып, екеуі бір таксиға отырып, жаным күнім деп әсет кешірім сұрап жатса, таксист жаймен артқа бұрылып, әсет кешегі қыздың түрі жаман еді, бүгін күшті қызбен жатсын деп айтады. Сол сияқты біздің сұлу Индирамызға бір қол соғып қоюға болады ғой осы ретте. Қазына біздікі, қуаныш біздікі, жақсылық біздікі, шын қуансақ та, жыласақ та, осы әсетпен Индираның үйіндегі той деп өзімізге жасалуға Алла нәсіп етсін. Баяғыда Индирадай бір қыз ұзатылып кеткеннен кейін, мамасына бір аптадан кейін барып, мама, мен күйеуімді басқарғым келеді, мен үйде адаман болғым келеді, ол үшін не істеуім керек десе, мамасы да саспайды екен, қызым, ол үшін күйеуің жұмыстан шаршап келіп, үйге келіп, кешке демалып, телевизор қарап жатқанда, ең бірінші күйеуіңнің аяғын ақырын таптап өт. Аяғын таптап өтсең, бастық болудың баспалдарының бірінші сатысынан аттадың. Екінші күні күйеуіңнің белін таптап өт. Белін таптап өтсең, бастық болудың баспалдарының екінші сатысынан аттадың. Үшінші күні күйеуіңнің мойнын таптап өт. Мойнын таптап өтсең, болды, күйеуіңді басқарасың деп айтады дейді. Бір аптадан кейін қызы қайтадан мамасына төркінге келіп тұр дейді, көзі көгала қойдай. Мамасы ренжіп, күйеу баласын шақырып, қызымды не көрасың десе, күйеу баласы, мама, қызыңызды ұрған жоқпын, қызыңыз өткенде өзіңіз айтқан бастық болудың баспалдағының бірінші сатысынан аттады, екінші сатысынан аттады, үшінші сатыға келгенде оңбай тайып жығылып құлады деп айтады. Сол сияқты құласақ та, жыласақ та, осы екі ұрпағымыздың Әсет пен Индираның қуанышы, жақсылығы деп көзімізге жасалуға Алла нәсіп етсін. Жаратқан жағыма бір дуа берсін. Индира бір әулетке мұрагершің. Біздің Индира бір баламен тоқтап қалмай жыл сайын туа берсін, туа берсін. Мамамыз алақаны ойылғанша жай алып жуа берсін, жуа берсін. Осыны дұрыс дейтін ағайындар айғайлап шабаларын ұра берсін. Енді қымбаттылар, қуаныш қазына біздікі, жақсылық біздікі. Осы кеште айтқан сіздердің де тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Бір кішкентай баласы мамасына жүгіріп келіп, мам, мен қайдан пайда болдым десе, жаным, сен мен пайда болдым. Сонда сен қайдан пайда болдың, мама десе, не айтарымды білмейді ғой енді. Мен папамнан пайда болдым деп баланы алдай сапты. Папам қайдан пайда болды? Папаң апаңнан пайда болды. Апам қайдан пайда болды? Апаң атаңнан пайда болды. Атам қайдан пайда болды десе, туф, атаң бұрыннан бар деп айтады. Сол сияқты бұрынғының жолымен, күнінің көзімен той жасап жатқан сіздерге мың алғыс. Бүгінгі қазына, қуаныш, жақсылығымыз құтты болсын. Осындай мерекелі, жақсылыққа толы кештер әр шаңыраққа Алла нәсіп етіп жұғысты болсын. Бірақ енді айтып жатқандай, сіздерге дайындаған әлде де сикәдеміз бар. Біздің Мұқағали атамыздың өзі достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзімін артып, жауымның барып жанына жолдас болғанша досымның барып, ауласында өлген мұн артық дейді. Достықтың туын желбіретіп, тырнақтың астынан кіріздеп емес, қардың астынан көздеп келіп жатқан біз келесі ретте осындағы Әсеттің достары бар, ұжымдастары, коллективі бар, Индираның жалпы достары бар, Азамат, Қанат жұбайы мен Рим, Бота, Барселона, Венесуэла деп кетеміз. Рауан, Жанар, Дидар, Сабира, Талант жұбайы мен Алмас, Венера, Нұғман жұбайы мен Қолсоқ ортаға шақырайық. Достар, коллектив, келсін. Болсын достар, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құда жекжат, дос жаран, ал құрметті аға тәте, бүгінгі сіздердің шаңырақтарыңызда үлкен той болып жатыр. Тойларыңыз тойға ұлассын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын сіздердің. Екі жастар дейтіндерім, армандарың асаттап, тек қана жақсы жерден көріңдер. Әрдайым Алла Тағала жақсы адамдар кездестірсін. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Өгірлі шүгірлі болып. Тек қана әмсе осылай тойға жиналған Алла нәсіп етсін. Бәріміз той болсын. Ал аға, тәте, тойларыңыз құтты болсын.
Ал жастарға тілейтін шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Бала шағаларың көп болып, өстіп ойнап күліп жүре берейік. Сіздерге де дастарханымыз жақсылыққа жайылып, аман есен, денсаулығымыз мықты болып жүре берейік. Тойда кезіңіз. Тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, той қауым. Мына жерде тойларыңыз құтты болсын, шаңырағы биік болсын, аман болыңыздар. Бәріміздің ниетіміз бен тілегіміз бір. Деп ойлаймын осы жерде келіп отырған сіздердің бәрі. Ал енді Әсет, Индира, сіздер өте бақыттысыздар. Неге дейсіздер ғой? Әке шешелеріңіз қастарыңызда. Осы бақыттан Алла айырмасын. Барлықтарыңызға соны тілеймін. Ауырмаңыздар. Еліміз ашық, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, аға тәте, той құтты болсын. Асеге көтерген шаңырағың биік, іші құт берекеге толы болсын. Осында отырған барша жақсы мен жайсаңдардың айтқан дуа тілектерін Илайым Алла қабыл етсін. Тек қана бақыт тілеймін. Аға тәте, қуаныштарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Сіздаға Индира жеңге бақытты болыңыздар. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа, тойға ғана жайыла берсін. Ең басты денсаулық. Сіздерге әрқашан денсаулық тілеймін. Бала шаға немерелеріңіздің қызығын көріп, осында тек қана тойда ғана басымыз қоса берейік. Құрметті ағайын, құда жыржат, мына баламның достары сөз сөйлеп жатыр. Қиын қыстау басына іс түскенде осы балалар қолпаштап, қолдап, Венера қызыма, Талант, Мұхтар, Қанат, барлық жолдастарына көп алғысым шексіз. Рахмет айтам, басым күттір. Әрқашан жолдар ашық болсын. Жүргіш болыңдар, көліктеріңді қалай деп жүргіз болсын де. Еш уақытта тура жолдан таймаңдар. Баламның осындай дос жарандары болғанда өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Аман болыңдар. Қайда жүрсеңіздер, тек қана жақсы жолдасқан. Әсіресе мына Венера қызыма түн ішінде мәшинесімен алып шығып бізді баратын жерімізге апарып, қолдап, қоршап, ылғи біздің қасымызда жүрді. Мың алғыс. Рахмет. Ішіндегі жүргіші Венера болып тұр болсын. Жақсы болды. Ал бір суретке түсіп алайық. Рахмет сіздерге де мың алғыс. Келсін, жастан. Жақсы болды. Гүл өмірдің жасирасы байдағы жеңімпаздар гүл көтеріп қайтады. Адам ел әдемі тілегін қадамына гүл бітсін деп айтады дейтін елдеміз. Осы қуанышқа келген сіздердің де қадамдарыңызға гүл бітсін ардақтылар. Бірақ енді темірді қызған шағында соқты ит, сіздерді де ұзақ ұстап қинаған жөн көрмедік. Қинаған демес, ұзақ ұстаған жөн көрмедік. Дәмді тәтті шағында тойымызда ақында өз мәресіне жақындап келе жатыр. Бүгінгі қазынамыз, қуанышымыз, жақсылығымыз молынан сүйіндірсін. Айтқан тілек ниеттеріңіз ләйін періште олардың шалын қабыл болсын. Бірақ дегенмен айтып өткендей тойымыз ақында өз мәресіне жақындап келе жатыр. Азаматын жүретін ақ белінде, пейілдері пәктіктің дәптерінде, ешқашанда дақ түсірмес ақ көліге Алатаудың осынау бөктерінде, Ұлытау мейрамханасының хақ төрінде кен дастархан жайып қуанышымен бөліскен бізден тойханамыздың төріне сіздерге деген бір ауыз рахметін жылы лебізін соңғы нүктесін қойып берсін деп кен дастархан жайып алталаш жинамаса да алталаш ленинтер тоғын той жасаған тойымыздың егерлері Мұстафа әкеңізді, Самиға анамызды орнымызда тұрып, мойнымызды бұрып тұрып, шапалақ ұрып тұрып, қол соғып ортаға шақырайық. Той иелері! Köpülem, köpülemde, oynaymaz.
төрүнөн жайгасып, кен тастаган жайган той үйлерин сиздерге деген бир ауыз рахметтин жылы лебизин касык, вилк, стакан эчтеңеге тийиспей бир сабыр менен тыңдайт. Ал ага тете, көкөдө калган аз болса, агайын акейин акчасы аз болса, бәрін айтпасаңыз. Ал енді құрметті бүгінгі біздің мынау қуанышқа бір кісідей атсалысып жиналған ағайын туыстар, құда жекжаттар, дос-жарандар, көрші-көлеңдер барлықтарыңызға үлкен рахмет. Дәл шақырған уақытта келіп жатырсыздар, ол сыйқы мөліктеріңізге тағы рахмет. Ал енді мынау әсет баламыз деген дедірек еліміздің бүгінгі мынау көтеріп отырған шаңғырағы биік болсын, келеңгесі кең болсын, іргетасы мықты болсын. Бағанан бері көріп жатырсыздар. Және осы Индира келінімізді күтіп дүниеге әкеліп осындай дәрежеге жеткізіп бізге келіп беріп отырған Индираның ата-анасы, яғни біздің бүгінгі мың жылдық құдаларымыз, сіздерге үлкен рахмет. Жүзге келгенше жандарыңыз жамандық көрмесін. Енді мынау қуаныш болғаннан кейін әрине сол қуанышты өздеріңізбен бөлісейік деп ағайын туыстардың басын қосып отырған бүгін ыңғайы келіп соған жиналып отырсыздар. Үлкен рахмет тағы айтамын. Енді алыс жақыннан келіп жатқан ағайындар, аман есен келдіңіздер, қуанышымызды бөлістіңіздер. Енді отбасыларыңызға аман есен жетіп, тағы бір қуантып қойыңыздар. Әрқашан басымыз аманшылықта жолықсын. Осы кең дастарханды жайып, осындай бір үлкен қуаныш көрсетіп жатқан мынау Ұлытау мейрамханасының ұжымына үлкен рахмет айтамын. Әсіресе осы бүгінгі кешті осындай бір үлкен қуанышпенен көңілден шығарып тамашалауға мұрша беріп жүрген мынау ініміз Елдос балам, Елдар інімізге үлкен рахмет. Жүзге келгенше бұл баламыздың жағы жамандық көрмесін, өнері өрге өрлей берсін, әрқашан осы ортамызда тағылып жүрсін, бізге күлкі сыйлап, қуаныш сыйлап, ортамызда жүре берсін. Мынау төрде отырған ақжаулықты ата апаларымыз отыр. Сол кісілердің жасын бізге берсін, біздің жасымызда артымызда өсіп келе жатқан ұрпағымызға берсін. Енді қазақ бәр байлық бар ғой. Қазақ делкен осы ұрпағымен ғана байлықты өлшей білген адам. Сондықтан ұрпағымыз мол болсын. Әрбір қуанышымызды бөлісіп келген мынау азаматтар, азаматшалар, әрбір үйдің отау иелері, қазан ошағын ұстап жүрген ұл қыздарымыз аман болсын, дендері сау болсын. Әрбір шаңырақта осындай қуанышты күндер көп болсын. Сол қуанышты бөлісетін жолдас жорасы, туған туыстары жайылған үстелдің жағасында сол үстелді қуаныштап, сол мерекені қуаныштап, кең дастарханның басында Алла өзі нәсіп етсін. Барлықтарыңызға рахмет. Ары қарай
қайындар, қайынсіңдер, жекжат жыраттар, өзімнің барлықтарыңа басым тиіп тұрып мың алғыс айтамын. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай біздің қуанышымызға ортақтасып жатқан барлықтарыңызға шын жүрегіммен алғыс айтамын. Енді мына екі балама, Әсет пен Индираға айналасында жақсы адамдар мол болсын деймін. Мейірімді, қайырымды жандармен дос болса екен деймін. Тек қана жаманшылық көрмесін, қиындық көрмесін. Біз ата-аналар әрқашанда қолдап, қоршап, қолпаштап, қолдан келген көмегімізді беруге әрқашанда дайынбыз. Ең басты денсаулықтары мықты болып, бар болып, бай болып, қуатты болып, қажырлы, қайратты, ең бір ел сүйсінетіндей, адам қызығатындай, біздің абыройымызды асқақтатып көтеретіндей бір жақсы отбасы болса екен деймін. Соған енді осындай қошемет көрсетіп, бізді қолдап, осындай ақ дастарханымызға келіп отырған сіздерге тағы да мың алғыс. Рахмет. Осы отырған, дастархан басында отырған ақ жаулықты аналарымыз бен ақсақалды аталарымыздың дастархан сәні болып, әрқашан төрімізден көрініп, әрқашан дастархан басында отыруына, бізде сол кісілердің жолын басатындай, сол кісілердің қатарында болатындай, ақсақалды, ақ жаулықты ана болуды Алла нәсіп етсін. Осы отырған барлықтарыңызға соны тілеймін. Енді айтып отырмын ғой, мына қайындарыма, іні сіңілдеріме, бауырларыма, өткенде бауырларым келген, осы жолы жастар жіберейік, жастар көрсін, жастар бір-бірімен араласын дегеннен кейін осындай жастарды, енді біз қазір көріп отырсыздар ғой, үйлердің несінен де кетіп баратырмыз, жас келгеннен кейін тойды қыздырып, құдалармен билесіп, кішкене көңіл көтеріп, құдалардың көңілін ауласын деген ниетпен осындай жастарымызды бір жағы осындай той думанның басы-қасында болып жүріп, үйренсін, көрсін, құдалармен араласын деген оймен осындай жастарды шақырып отырмыз. Барлықтарына мың алғыс. Енді қазақ айтады ғой, бірінші көрген таныс, екінші көрген біліс деуші ме еді? Міне бір жеттен бері, бір жет емес енді бір айдың көлемінде ғой, сіз біздесіп, амандасып, кездесіп, кәдімгідей туысқандығымызды бір табан болса жақындатып, араласып, құраласып, кәдімгідей жақындасып қалдық. Енді мына келіп отырған жолдастарыма, достарыма, ұл қыздарыма осындай қолпаштап, бізді демеп, желеп, қолдап, осындай бізді орнымыздан тұрғызбай зыр жүгіріп жүрген ұл қыздарыма, күйеу балаларыма бәріне мың алғыс. Содан кейінгі міне айтайын дегенім, осы ресторан ұжымының әкімшілігі Айжан мен Дәуренге, мына Елдар баламызға асаба, осы ұжымда қызмет етіп жүрген ұл қыздарымызға, мына музыкант баламызға, әншілерге, бишілерге көп-көп рахмет. Әрқашан жолдарың ашық болып, табыстан табысқа жете беріңдер. Енді мына видео түсіріп отқан балама да рахмет, мың алғыс. Аяқтарынан тік тұрып, біз бейде бір уақыт отырсақ, бұлар аяқтарынан тік тұрып осындай қызмет көрсетіп жатыр. Мың алғыс, осындай тойға жетіңіздер. Тек қана жақсылық болсын. Ақ дастарханымыздың тек қана жақсылығына, қуанышына куә болыңыздар. Барлықтарыңызға мың алғыс, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі де болады деп ойлаймын. Байлық та келеді, ақша да келеді, дос жаран да келеді, қасында болады. Сондықтан айналамызды
тек қана жақсы жандар қоршап, жақсы адамдар болса екен деймін. Екі балама тек қана бақыт тілеймін, амандық болсын. Үйімізде еңгелаған баланың дауысы мол болсын. Алланың бергеннен берер мол болсын. Әрқашан жақсылықта, қуанышта, амандықта болайық. Барлықтарыңызға мың алғыс. Әлде де көп сөйлегім келеді, әлде де айтқым келеді. Бәрі жүректе тұр, бәріміз түсініп отырсыз деп ойлаймын. Сіздерге мың алғыс. Елдер балама мың алғыс. Бізді қошеметтеп, бәрімізді аяқтарымыздан тік тұрғызып, қарсы алып, бізге сондай қошемет көрсеткендеріңізге елдер балам рахмет айтамын. Менің ойымша енді айбат өтті деп ойлаймын. Енді сіздерге тойдың енді кетіксіз болмайды ғой. Кеткі болса кешіріңіздер. Енді әлгі қазақ айтады ғой, бәрі жақсы болса, ең бір онда құдағайға да айтамын, бәрі жақсы болып бара жатса, құдағайдың прическасы жаман екен деп, әйтпесе киген көйлегі дұрыс екен деп бірдеңе табады. Сондықтан ештемені ойламай, бәрі жақсы болсын деп ойлаймын. Кем-кетігі болса, көңілдеріңізге алмаңыздар. Енді амандық болсын, жақсылық болсын, жақсылықта басымыз қосылсын. Әлде де билеңіздер, ішіңіздер, тойлаңыздар. Рахмет. Бұл әсеттің Индирадай жары бар, бақыт пенен Ататұғын таны бар, өмірінің мәні бар, көйлегінің сәні бар. Бұл әсеттің әкесі бар, Мұстафа, қанат берер, көкке самғап ұшса да. Бұл әсеттің мамасы бар, Самиға, мама бар да, әсет әлі сәбида. Бұл әсеттің достары да көп екен, достарыменен уайым қайғы жоқ екен. Бұл әсеттің қайын жұрты бар екен, қайын жұртта өз шіркін нар екен. Бұл әсеттің туыстары бар екен. Бұл әсетке Алла өз жар екен. Әсетке бір Алладан нұр шапағат, ал туыстан аямай бір шапалақ деп қосып. Менің әкем жастықтай жалын әнім, жүрегіңе жимаған жаныңа мұң, жоқшылықтың майданын кешіп жүріп, тоқшылықтың көтерген шаңырағың. Сол үшін ең бірінші әкем алдың, біз үшін түсетұғын отқа суға. Одан кейін аяулы анам алдың, отыратын жан шіркін тақта сірә. Кейбіреулер зарлымын, жарлымын деп, өзінен өзгейді соттасуда. Ағайын бір аямай қол соғайық, айранға күйіп тұрған отбасына. Қуаныш тойымыз құтты болсын. Бірақ енді аға тәтемнің сөйлегені бүгінгі тойдың соңы деген сөз емес, қымбатты ағайындар. Бұл үйдегі, бұл шаңырақтағы тойлардың тек қана бастамасы болсын деген ниетпен бүгінгі қуанышымыздың соны емес, әр үйге осындай тойдың ұшқыны тиіп, әр үйде тойдың бастамасы болсын деген ниетпен той бастар ағайындар. Той құтты болсын, той тойға бассын! Konakta duruldu, konakta başı törene beygiye ontulumu. Kalsızın sokulak, sangurak, sakılak, arıma gelene ayayla aktarak o. Ruhunu sanırlar, dodamı sanırlar, kazaktı duvarı dalamı sanırlar o. Oya durmazkan dışarıya bozkandı, alkanın kaynasın, ağlaman baskandı o. Той бастар 9 бөлікке бөліп бастастарыңызға тараттық. Оны жинап алу үшін де уақыт берем. Тойды батамен бастадық, батамен аяқтағаныңыз жөн болар. Осы қуанышымыздың басы қасында жүрген үлкеніміз Жұматай әкемізден асық айтып бағалайық.
Ең былай тойға басып, алдан әр уақытта жақсылық, молшылық, тоқшылық бір-бірімізге жақын келсін айналды. Әмин. Кішігірім хабарландыру күнде болып жатқан қуаныш емес, шетелде той өткенде бәрі далаға шығып салют атады екен. Қазір бәріміз тойбастарды алып ашып, далаға шығып, мәшін көтеруге келейік. Ел аман, жұрт тыныш, қазақтың той өтпесін, тойда жүрсе сыйға анасылар. Апай! Той!